Мысалы, мына көршімен көрші тұрған кезде жерде проблемалар болып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде айтады: "Айюма ражулин золама шибран минал арди бияминихи". Қайсы бір жаңағы адам бір қарыс жер, бір кішкентай қарыс жер болды, онандай бір мысалы. Сол бір адамның табанындай көлемде тұратын жердің несін. Кімде-кім соны дейді, ант ішіп барып, төресінің алдына барып, ант ішіп, мынау менікі деп өзіне кесіп алса дейді да соны. Негізі оныкі емес ол. Каллафахуллаху ан яхфираху хатта яблуға ахира сабиға арадин. Сендер әлі қабір барзах әлемінде дұрыс танымайсыңдар деп отыр ғой бізге хадисте. Сені жерлеп шығарып салғаннан кейін, егер де сенде осындай қылмыс болса дейді, біреуден бір табан жерін, мынау менікі деп ант ішіп, пара төлеп, мынау менікі деп біреудің жерін ұтып алған болсаң, Алла Тағала сені қабірде жүктейді дейді. Сол алған жеріңнің дейді, анау жердің ортасына, 7-ші қабатына жеткенше тескізеді дейді саған. Тескізеп, сосын сумма тахмилу турабаху илал махшар, ертеңгі махшар алаңына сол жердің топырағын арқаңа көтеріп алып келеді дейді. Міне, қалай көтересің, ол сенің проблемаң дейді ол. Сөйткен сен соған жаныңды сатқансың, енді ол сенен ажырамайды. Сөйтіп көтеріп алып келесің, хатта юхта байнан нас, адамдардың арасында сот аяқталғанға дейін соны көтеріп тұрасың дейді. Міне бүгінгі сүйген нәрсең ертең қандай қайғыға айналуы мүмкін да. Мен ғойяра худудал арди малғунун дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кім жаңағы көршісінің несіндегі жаңағы белгісінен артығырақ бүйтіп шекарасын өзіне кесіп сызып қойса, мынау менікі деп өтірік документпен келетін болса жерге, бұл адамды қарғадың дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өйткені адам мен адамның арасындағы құқық деген қиын нәрсе. Көрдіңіз ғой? Умра ибн Зубайр деген радиаллаху анху сахаба айтып отыр. Бірде Аруа бинт Уайс деген бір әйел кісі, Сағид ибн Заид деген жаңағы кісінің сахабалар. Соның Саид ибн Заидке тән жерді өзіне қарай кесіп дау шығарады. Сотқа бірінші жүгіріп барады да, ол жаңа Маруан ибн ал-Хакам деген төреші болады. Сол Маруан ибн ал-Хакамның қасына барып айтады: "Мына Сағид менің жерімді алып қойған. Мен сол өзімдікін былай қарай алдым" деп жаңағы әйел кісі. Маруан шақырады Сағидті. "Сағид, не айтасың бұл нәрсеге?" Сағид жаңа хадистерді айтады да, "Мынандай хадистерден кейін мен біреудің жерін алады деп ойлайсың ба?" дейді. Дәлеліңіз жеткілікті. Онда не істейсіз? Мен дауха ва ияха. Бұл әйелді де, жаңағы жерді де қоя салайықшы екеуін. Бірақ мен мына дұғаны жасаймын дейді. Келешектегі үмбет адаспас үшін дейді. Сонан андай дұға жасады: "Аллахума ин канат казибатан", я Аллахым, егер де мына әйел өтірік айтқан болса, қараңыздар, фа агми басараха, көзін соқыр қылшы мынаның. Уақтулха фи ардиха, сол қимай тұрған жерінде өлтірші деген. Сонда Урва айтады, жаңа хадисті жеткізіп отқанда, фараайтуха, сөзсіз мен көрдім ол әйелді кейін, ғамия, көз соқыр болып қалған дейді, талтамисул жидара, қабырғамен жүреді дейді бүйтіп, міне. Ватақулу, әрдайым айтып жүреді дейді, асабатни дағавату Сағид ибн Заидтің дұғасы тиді қоймаған деп өстіп жүреді дейді да. Байнама хия тамши фи дари, сөйтіп жаңа кесіп алған өзінің ауласында жүрген кезінде дейді, маррат фи бирин, жаңағы құдықтың қасынан өтіп баратып, фауақағат фиха, құдықтың ішіне құлады да, факанат қабраха, қабірін айналды дейді сол. Мен осыны өз көзіммен көрдім дейді Урва ибн аз-Зубайр риуаят етіп отқан. Сондықтан бұл адамның хақысы деген нәрсе ол өте қиын нәрсе ол. Алла Тағала мүмкін өз хақысын таухидтан кейін қалаған құлына кешірер. Жаңа қандай бір күнә жасап қойса да, таухиды аман болса, ал енді адамның хақысы деген бұл мүлде жібермейді. Бұл қиын нәрсе. Сондықтан қазір бір-біріңізге оңай шығарсыздар, ұрса салғанға, тағы да басқа, ертең ең үлкен қиындық адам мен адам болады бір-біріне.